зиялыларын діндар болды ма, тәңіршіл болды ма, дінсіз болды ма деген талас ол қазіргі қазақтың санасындағы проблема деп ойлаймын. Бұхара біздің егер бүгінгі заманның тілімен айтсақ, қазіргі әлемде қандай бір ғылыми мәдени орталық бар қазір. Лондонда айтасыздар ма, Парижде айтасыздар ма, немесе басқа да Американың қалаларында айтасыздар ма, сол секілді мұсылман осы біздің түрік мұсылман әлемі үшін Бұхара мен Самарқандтың рөлі сондай болды. Мәселе бірақ бұл мемлекет діннен бөлек деген, қоғамнан бөлек деген дүние емес. Әлиханның бір ғана кемшілігі болды дейді. Ол деген кемшілік қазақтың болашақ жол туралы бір кітап жазып кету керек еді дейді. Жалпы дүниесі, дінісі деп бөлудің өзі былай қарағанда кішкене түсініксіз жағдай. Өйткені Құдай бұл дүниені жаратқан болса, демек бұл дүниесі де бізге міндет. Атеист қылып көрсеткісі келетін азаматтар да бар. Бірақ егер Науан Қазіретті ол Ломоносовқа теңесе, яғни бұл дін ғұламасының рөлін көрсетіп тұр. Егер Ломоносов Ресей қоғамында үлкен реформа жасаған адам.